Сәлем достар. Ағайынды краустар жайлы естіп па едіңіздер? Естімеулеріңіз мүмкін, бірақ андай внимательный адамдар байқаған болар. Болғанда андай как көрсе мына жақта шығу керек. Осы жақтан көрулеріңіз мүмкін. В общем, бұл кісілер алдар көсе, ер тарығын қобыланды батар, қозы көрпеш, баян сұлу, қазақ ертегілері дейтін сияқты болғанда сондай көп мультиктардың авторы, яғни Азия анимейшнның авторлары екен екеуі. Алдар көсеге ұқсайды түрі. В общем, біз оларды көріп жүргенімізге 10 жылдан астам уақыт болған. 10 жылдан астам болғанда 2009-дан 14-ке дейін жұмыс істепті. Көрдік қой бәріміз кішкентай кезімізде. Мен жастар көрген шығар. Содан мен қайттан көрсем, жақын арада типа андай ішінде қорқыныш нәрселер көп екен. Соны көрсеттім екен ғой негізі. Көріңіздер. Бәрін білесің. Алдағы тағдырым қандай болады? Айта аласың ба? Лапаңмын. Ана нияқтағы андай әр қорқынышты персонаждар андай қорқынышты емес қой. Кәдімгі бит қорқатыншы. Кәдімгі түсініксіз қорқыныш. Мысалы мынау ешкі. Мә, мынаның өзі деп көрсете берген емес. Кәдімгі анау ғой қорқынышты бәле. Оны бүше балалар көреді. Жанашыр олар, сонда да онша емес қой. Қаннан келген мына мырзалардың сөзін елемей, сенің ұсынысыңды саған жамандық жасаған. Мысалға мына жерде ертөстік бар ғой, кәдімгі ертөстік өзіміздің инопланетяндармен жүр, андай ұшатын бірдеңенің ішінде. Мультиктер Алматы қаласының тілдерді дамыту мұрағаттар құжаттама мемлекеттік мекемесінің тапсырысы бойынша түсірген, яғни мемлекет тапсырысы. Осы басқарманың негізгі мақсаты тілді дамыту екен да. Жаңағы мультиктардың соңында өстіп үйрететін еді ғой, қазақ тілінен орыс тілін. Ол үйретілген екен, но андай онша емес жеткізген ба бір бәле. Рахмет, лайк басыңдар, тіркеліңдер, комментарий жазыңдар. Болды.